Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің білуімше. Мақсаты екі аймақтың табиғатын салыстырып жазу. Ребята, тема сегодняшнего урока называется «Насколько я знаю». Сегодня научимся сравнивать природу двух регионов и запишем это. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: құбылмалы, неустойчивое либо изменчивое, мекен – это место, өзгеру – меняться. Жаңа сөздерді қайталаймыз. Құбылмалы, мекен, өзгеру. Жарайсыңдар балалар, келесі бізде 5-ші тапсырма, мәтінді түсініп оқы. Бірге оқимыз. Ребята, давайте прочитаем вместе. Менің білуімше, Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларының табиғаты екі түрлі. Алматы таулы аймақта орналасқан болса, Нұр-Сұлтан қаласы жазық дала аймағында тұр. Алматының айналасында тау бар. Ол қаланы желден қорғайды. Ал Нұр-Сұлтан қаласының айналасында орман немесе таулар жоқ. Сол себепті жел мұнда күшті болады. Қорыта айтқанда, екі қаланың да табиғаты сұлу. Маған екі қаланың да табиғаты аса ұнайды. Бұл қалалар әлемдегі ең ғажайып мекендер. Оқушылар, тағы бір рет аудармасымен бірге оқып шығамыз мәтінді. Біз сіздермен Алматы және Нұр-Сұлтан қаласы туралы білімімізді толықтырдық, иә? Ребята, мы с вами пополнили свои знания про города Алматы и Нур-Султан. Ендеше біз қазір Алматы қаласы туралы кесте жасаймыз. Теперь мы с вами сейчас сделаем схему про город Алматы. Алдымен Алматының табиғаты өте әдемі. То есть природа Алматы очень красивая. Енді Алматының орналасқан жері, расположение города Алматы. Менің ойымша, Алматы сұлу жерде орналасқан. По-моему, Алматы находится в красивом месте. Қорықтар маңында, возле заповедников. Таулы жерде, в горной местности, және өзен бойында орналасқан. И Алматы находится возле реки. Енді келесі Алматының өсімдіктер әлемі туралы айтайық. Давайте узнаем, какие растения растут в городе Алматы. Менің білуімше, Алматы қаласында апорт алмасы және шырша өседі. Насколько я знаю, в Алмате растут яблоко апорт и елки. Енді Алматының күн райы. Алматының ғалымдардың айтуы бойынша, Алматының қысы ашық, аязы жоқ, қары аз, бораны аз. Ал Алматының жаз мезгілі жаңбырлы, құбылмалы, дымқыл және тұман. Енді қорыта айтқанда, Алматының табиғаты, күн райы өте жылы. Одним словом, природа, погода города Алматы очень благоприятная. Ребята, я составила схему, между тем проговорила его устно, да? Теперь ваша задача екінші тапсырма Нұр-Сұлтан қаласы туралы кесте дайындау және оны айтып беру. Вам теперь нужно составить такую же схему про город Нур-Султан и устно его проговорить по данному образцу. Затем голосовым сообщением отправить эту информацию своему учителю. Енді келесі үй жұмысы 6-шы тапсырма. Қос қала табиғаты тақырыбында сурет сал. Вам нужно нарисовать природу двух городов. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.